Ассалаумалейкум көпшілік. Бүгін сіздерге турборезбен жұмыс жасауды көрсететін боламыз. Бұл турборез 6 мм-ден 23 мм аралығында арналған, яғни турбаны кесетін құрал. Бұл жерде бір 3-4 ескере кететін жағдай бар. Бұл жерін жылжыту арқылы келтіреді. Және де мына осы жүзін майыстырып тастамау керек, ең бастысы сығып. Оны мысалы былай саламыз керек жерімізге, өзіміздің кесейін деп жатқан жерімізге. Егер де тағы да бір көрсететін жағдай, бұл жерде тағы бір көрсететін жағдай, егер де бұл ұстау мүмкін болмаса, бұл турба гипті былай аламыз да, былай қысып қоямыз бұған, айналып кетпеу үшін. Және де былай бір қолымызбен ұстаймыз. Былай қойып қоямыз. Осылай. Бұл турбаның айналмауына себепші шығады. Және де бұны былай келтіреміз. Кесетін жеріміз, мысалы, мәселен, барлық затты енді өлшеп сызып аламыз ғой, өзіңізге керек жерден. Былай ұстаймыз да, және де бүйтіп айналдырамыз. Негізі 3-4 айналдырғаннан соң жайдап былай қысып отырамыз, сабынан келтіріп. Тап осы реттілікпен өзі кеседі. Рахмет назарларыңызға.